андай бір жігіттер болады ғой, осылар керек кезде ғана звондайды дегенше. Бар ма таныстарыңыз сондай? Осылар керек кезде ғана звондайды, осылар басқа уақытта звондамайды деп. Үйтіп айтпаңыздар. Өйткені мен бір жігітке звондаймын ғой, керек кезде да. Біраз болған, хабарласпағаныма, сөйтіп айттым да. Енді тура бағана барлығымыз сол сөз айтамыз ғой. Ереке қалайсыздар, енді осы керек кезде ғана звондаймыз ғой деп. Сол кезде ана жігіттің айтқанын қарасаңызшы. Жоқ, өйтіп айтпаңыз. Қайта Алла Тағала мені біреуге керек қылып қойғандығына шүкір дейді ғой. Ешкімге керек болмай қалсам дейді ғой. Алла Тағала мені ешкімге керек қылмай қойса не істеймін дейді ғой. Сіз өзіңіз ойланып қарасаңыз мына сөзді. Сізді ешкім керек қылмайды. Звондамайды да сізге. Керек емес сіз. Алла Тағала сөйтіп қойғаны жақсы ма? Егер де ол жаман болатын болса, ешкімге керек болмай қалу деген нәрсеге түсіп қалғыңыз келмейтін болса, демек сізді звондап іздеп жатқан адамдар болса, қуансаңшы, Раббым мені біреуге керек қылды ғой деп.